Қатарымызға жаңадан қосылған көрермендеріміз болса қайырлы таң дейміз. Ал бүгін бізде қонақта батыр танымал актер Жалғас Толғанбай. Жалғас Толғанбай, актер, 1970 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген. Театрдың дәстүрлі театр көктемі фестивалі, сондай-ақ республикалық және халықаралық театр фестивальдарының бірнеше мәрте жүлдегері атанды. Ассалаумағалейкум ағайын. Уағалейкумассалам. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім тамаша, керемет. Өткен бүгін жұма. Жалпы адам деген әр күні жақсы көңіл күймен, жақсы ниетпен тұру керек, ояну керек. Оның бәрі адамға күні бойы жалпы энергиясына күш қуат береді. Дұрыс айтасыз. Әңгімемізді жаңалықтардан бастасақ, биыл театрда қандай премьералар болмақ? Театрда премьерамен басталды. Жалпы биылғы біздің маусым Мағжан Жұмабаев туралы 100 жылдық махаббат. Енді алдыда Қорқыт қойылады. Вайкус деген, Йонас Вайкус деген жаңа шетелдік режиссер, әлемдік театрда танымалы. Сол кісі қояйын деп жатыр. Әбубәкір ағамыздың спектаклі бар. Сонымен жалпы жаңалығымыз сол көп. Осы жаңа жылға дейін премьералар болады. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз шетелдік режиссер деп. Сол кісімен жұмыс істеген қиын ба? Жалпы мен өзім ол кісімен жұмыс істеп жатқан жоқпын. Сыртынан бақылап көрдім. Әрине, әр режиссердің өзінің көзқарасы бар, өзі үлкен дайындықпен келеді спектакль қою үшін. Ол кісі жасына қарамай, жасы 70-тен асқан, меніңше. Бірақ қозғалысы, сахнада жүріс-тұрысы, өзінің актерларға беріп жатқан әлемі білімі жоғары деңгейде көрініп тұр. Ол шетелдік режиссердің келгені бізге театрға тағы бір жаңалық. Ағам, мысалы енді қаншама жыл театрда істеп келе жатсыз. Театрдан қол үзген жан емессіз, менің білуімше. Ал бүгінгі таңда енді көптеген фильмдер түсіріліп жатыр. Соларға түсу қалай? Мен ұстазым, Тілектес Мейрам, Қазақстан халық әртісі. Ұстазым айтып еді, кететін болсаңдар, театрға бас сұқпай кетіңдер. Диплом алдық қой сол кезде. Театр деген ауру деп. Мен бұлай қараймын, енді театрсыз жұмыс істемейтін сияқтымын өзім. Театр енді шында да ауру дегеніміз артықтау болар енді. Ауырасың ғой шында, мен театрмен ауырмасаң ол жерде жүрмейміз ғой. Театрда әрбір қызмет жасап жүрген кісілердің бәрі сол өнермен ауырады. Әр түрлі рөлдерді сомдау қиын емес пе? Қиын да болады ғой, әрине. Бәрі оңай болса, бәрі артист болып кетпейме, бәрі актер болып кетпейме. Әрбір рөліңе дайындық керек. Оны терең түсіну керек, көп жұмыспен тер төгу керек. Сәтті шыққан рөлдерің болады. Сәл жетіспей жатқан рөлдер болады, жетпей жатқан. Жетіспей деппін ғой, жетпей жатқан. Солай енді. Өзіңіздің ойнаған рөлдеріңіздің ең жақыны, өзіңізге ең жылы, сол рөлді ойнағанда шында да шабыттанам дейтін рөлдеріңіз бар ма сондай рөлдер? Әрине. Қандай? Әрине бар ғой енді. Мысалы, Қазақтар деген спектакльде кішкентай ғана рөлім бар. Шығам, соның өзінен рахаттанам сөйлегенде. Менің рөлдерім көп енді. Мысалы, Жау жүрек деген спектакліміз бар. Сонда Балуан Шолақтың досы Ақылбайды ойнаймын. Өзім содан рахаттанам. Ақылбай кімнің? Балуан Шолақтың сенімді адамы. Ол осал жігіт емес. Балуан Шолақтан артып болмаса кем емес. Ол бірақ Балуан Шолаққа еліктейді, Балуан Шолақты құрметтейді. Соны қадір тұтады өзі. Сондай азамат, аңғал, батыр. Енді батыр адамдар аңғал келеді ғой. Батыр адам қасында батыр жүреді, серінің қасында сері. Өзі әнші, өзім солай алғам. Бірақ сәтті шықты, өзім рахаттанам соны ойнаған сайын. Көп енді рөлдермен әрқайсысына тоқталып жатсақ, жаман рөлдерім жоқ. Аға, айып етпесеңіз осы жерден әңгімемізді düze отырып, кезекті келесі бейне сюжетке берсек. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Студиямыздың бүгінгі қонағы актер Жалғас Толғанбай. Аға, енді ұят болмасында ойнағаныңызды тек біз емес барша қазақ халқы білет. Сондықтан енді
Есіңізде қалған сол кездегі қызықты оқиғаларыңыз бар ма? Ақылбай ақсақал мен келін екеуінің арасында, енді ата мен келіннің арасында сыйластық туралы болғаннан кейін, енді келін болғаннан оның күйеуі болу керек, жолдасы болу керек, соған мендей балпанақтай әдемі жігітті мақтанып қойыңыз. Соны таңдап алды. Сағынам, сол кездерді сағынам. Мен енді халықпен таныстырды. Соның қасында болған азаматтарға баршасына рахмет айтам. Енді есте қалатын сәті момын. Енді бұл ең қызығы, ұят болмасынға түсесің деп шақырғаннан кейін мен алып келді да төсекке жатқызып қойды. Мен камазист, камаз айдаймын, жүргізуші. Содан бір бағдарлама жаттым. Елге звондағам алдында, мен түсейін деп жатырмын, ауылға достарым айтып, ұят болмасына көресіңдер мені. Сонда әкетті, бір бағдарлама ұйықтатты мені, 2 бағдарлама ұйықтатты, жалғастырып қой, тұрмайды ол деп қой. 3 бағдарлама ұятты, сол 3-сінде тұрып, сақалымды қырдым, болды. Сөйтіп қалыппен мені сөйтіп таныстырды. Оның өзі бір үлкен жарнама болды. Бұл жалғас деген кім деген шығар елжі. Сөйтіп басталды. Ең қызықты несі, Айгүл екеуміздің арамызда жаңағы. Картоба ашимыз. Айгүл жүн сабаса, жанына отырағап жүн сабай. Жалпы ол бағдарлама қанша уақыт бойы түсірілді? 3 жылға жоқ болды. Біраз жүрді. Соңын клиппен, бейнебаянмен бітірдік қой. Әлі күнге дейін кездескен кісілер мен сол ұят болмасын арқылы таниды. Ұят болмасында біреу, сен ана ұят айдағы тракторист емессің ба? Сен ана ұят болмасындағы Айгүлдің күйеуісің ғой дейді. Сөйтіп, сен жалғассың ғой деп сөйтіп еді. Соның бәрі сол уақытысымен бітті. Әлі де Айгүл ханым сіздің жарыңыз деп жататындар бар. Өзіңіздің отбасыңыз жайлы айтып кетсеңіз. Отбасым 4 балам бар. 4 бала болғанда Құдайдың берген 3 ұл, 1 қызым бар. Құдай қосқан жарым қасымда. Тату тәтті өмір сүріп жатырмыз. Үлкен ұлым менің жолымды қуып, қазір өнер академиясында 1-ші курс студенті Асанәлі ағамыздың мектебінде. Соған қуанам. Жалпы балам өнерге барам деді. Алдында өнерге бармай. Өзінің таңдауы. Өзінің таңдауы. Балам айттым, жолың болсын. Батамды бердім. Дұрыс, ал қалған балаларыңызды қалған балам енді қызым бе? Енді ыңғайы келсе, мен енді бәрі енді жалпы әудемейтін қазақ жоқ. Енді өнер ортасында жүргеннен кейін үйге келетін қонақтың бәрі өнер адамы. Театрға барса өнер адамы. Сондықтан олар алыс емес, қалғандары да. Жанұяңыз қаншалықты жиі барады театрға? Келіп тұрады, премьераларға келеді. Көбінесе жақсы көретін спектакльдері. Аршын Маланын деген спектакль бар. Сонда мен Веллиді ойнаймын. Велли. Телли екеміздің махаббатымыз, бәрінің махаббат туралы. Сол спектакльді қызықтап көреді. Сонда өлеңім бар. Өзім қожайыммын, ешкімнен де қорғалман. Әскер ағам той өткен соң, көп кешікпей сен алам деймін да жаттелі. Соны балаларым рахаттанып, менімен бірге билеп қояды арасында. Сол жалпы болашақта өнерге барам десе, мен қарсылығым жоқ. Ешқайсысына. Бүгін студиямызға келіп әдемі әңгімеңізбен бөліскеніңізге көп рахмет. Таңғы тілегіңіз болса көрермендерімізге айтар. Әрбір атқан күн жақсылығымен келсін. Көңілдеріңіз күнде көтеріңкі болсын. Жақсылық тілеймін баршаңызға. Амин. Рахмет. Келгеніңізге рахмет. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Экрандарыңыздан алыстамаңыздар.